Kanalıma қош келдіңіздер. Бүгін кесілген еттен самса пісірдім. Соны сіздермен бөлісуге тырыстым. Осылай етімізді кесіп аламыз. Мясорубкіден өткізсеңіз де болады, бірақ маған кескен ұнайды, сондықтан кестім. Одан кейін қамырын илейміз. Оған айранымызды, тұзымызды, секерімізді осылай саламыз. Жұмыртқа салсаңыз болады. Мен үйде жұмыртқа болған жоқ, салған жоқпын. Осылай илеп аламыз. Жұмсақ, былқылдақ қамыр илеп аламыз. Сонымен қатар қамырымызға сұйық майымызды да құямыз. Жұмсақ, осындай жұмсақ, былқылдақ қамыр илеп аламыз қолымыздың көмегімізбен. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оны 15 минутқа тұндыруға қоямыз. Одан кейін тағы бір илеп 15 минутқа тұндыруға қоямыз. Сонда қамырмен жұмыс жасау сізге өте ыңғайлы болады. Одан кейін салмасын дайындаймыз. Кесілген етімізге асқабағымызды, бір сәбізімізді, жуамызды бәрін турап саламыз. Бұрышын, осыдан кейін тұзын саламыз. Барлығын рет-ретімен салып, одан кейін араластырып, осындай қамырымыздан дөңгелектер дайындап, 50 граммнан аласыз. Самсаның сыртқы қамырын жасаймыз. Оның ортасына салмасын салып бүгеміз. Көңіліңіздің қалауыңызша 4 бұрышты қылсаңыз да болады, дөңгелек қылсаңыз да болады. Дөңгелек қылдым. Міне салмамызға тұзымызды, бұрышымызды салып араластырып жатырмын. Әбден араластырып, бұны да кішкене қоямыз. Бойына тұздары сіңу керек, бұрышы сіңу керек. Бұны салмамыз. Дөңгелектегеннен кейін қойып қойған қамырларымызды осылай оқтаудың көмегімен ұн арқылы ысып аламыз да ортасына салмамызды салып әдемілеп бүгеміз. Мен дөңгелек формада бүктім. Бүгу жолдарын осы жерде көрсеттім. Қарасаңыздар болады. Сіздер 4 бұрышты қылсаңыздар да, 4 бұрышты, 3 бұрышты қылсаңыздар да болады. Осында мен дөңгелек форма жасадық. Осыдан кейін табамызды майлап, осы дөңгелек формадағы самсаларымызды салып шығамыз. Одан кейін үстін жұмыртқаның
ағы мен сарысын араластырып жіберемін. Сіздер тек сарысын алсаңыздар болады. Аздап сүт қосып жіберсеңіздер бір келкі түс береді. Мен ұмытып кетіппін. Осылай жағасыздар. Кисточканың көмегімен, кондитерлік кисточканың көмегімен жұмыртқаның сарысы мен ағын араластырып жақтым. Сіздер кішкене сүт құйып, тек сарысын жақсаңыздар болады. Осылай жаққан кезде пісіп шыққанда самсаңызға өте әдемі рең береді. Өте жұмсақ, былқылдақ, тәбетіңді ашатын шаймен күшті самса болды. Балаларымызбен жеп алдық. Менің каналым ұнаса лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сіздердің комментарийларыңыз мен үшін маңызды. Бір ғана лүпіліңіз де мен үшін маңызды. Басқа да керекті тақырыптар, тек қана тамақ емес, басқа да тақырыптарда видеолар болады. Каналыма кіріп қарап, лайк басып, қолдау білдіріңіздер. Алдын ала рахмет. Міне мына жерде менің балам асмыр жасап жатыр.